Достар, заттарды алдым, бірақ екіге бөлініп келіп жатыр заттар. Не екенін білмеймін, мен барлығын бірге заказ бергем. Бірақ бұл уақытысынан ерте келді, 4-5 күн, 31-не келу керек болған. Бірінші күні маған 2 посылка келді. Әрине 2 посылканың ішінде бірнеше аксессуарлар бар. Ол заттардың ішінде келген дронның аккумуляторын ұстап тұратын бекіткіш, және де келесі бөлімде шығатын шлемге арналған антенна, одан бөлек GoPro камерасын ұстап тұратын бекіткіш, одан бөлек қосымша дронға арналған қанаттар келді. Және де екінші күні маған FPV дронға арналған шлем мен моторлар келді. Достар, бізде екінші күн поштадан тағы зат алып кетіп жатырмын. Жарты заттар кеше ғана алып кеткен, мен одан кейін 3-4 күннен кейін келе ма десем, бүгін уже келіп қойыпты. Сол бүгін очки мен моторлар келіп деп ойлаймын. Енді көру керек, тағы ішінде камера болатын болса, уже жасап баса беретін боламын. Енді үйге барып тағы да посылка ашамыз. Достар, бұны бірінші рет көрген адамдар түсінбеуі мүмкін. Бұл дронға арналған шлем. Бұл жайлы келесі видеода түсіндіретін боламын. Келесі кезекте ең керемет заттардың бірі маған оригинал моторлар келді. Бұл моторлардың әр біреуі 6000 теңгеден тұрады. Бірақ мотордың сапасы бағасына сай өте керемет. Мен өз дронымды жасауға алған заттарды AliExpress сайтынан алдым. Яғни олардың ссылкасын видео астына қалдырып кететін боламын. Маған дронды толықтай бітіруге бірақ зат жетіспейді. Яғни маған FPV камера келген жоқ. Сол себепті мен видеоны 2 бөлімге бөліп шығаратын боламын. Бірінші бөлімде дронды ұшырамыз, ал екінші бөлімде дронға FPV камера орнатып, оны шлем арқылы басқаратын боламыз. Ал сіздер тек мені қолдап отырсаңыздар болды. Яғни лайк басып. Дронға керекті заттардың бәрін жинап болған соң, жасауды бастасам, ескі паяльнигім жарамай қапты. Сондықтан да мен арнайы дүкенге барып оригинал паяльник сатып алдым. Паяльниктің атауы терминатор, ал күші 30 ваттық. 5000 теңгеге өте жақсы сападағы паяльник алуға болады. Негізінде менің дронымның қаңқасы дайын болатын, бірақ сіздерге көрсету үшін мен оны қайтадан шашып, қайтадан құрастырдым. Негізінде FPV дронның қаңқасы өте мықты материалда жасаған, яғни әртүрлі қатты соққыларға төзімді болып келеді. Және оның әртүрлі өлшемдері де бар. 3 дюймдық, 5 дюймдық, 7 дюймдық деген секілді. Ал меніңкі 5 дюймдық орташа өлшем. Достар, менің видеоларымды қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де егерде каналға жазылмаған болсаңыздар, каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің шыққан видеоларымды алғаш болып сіздер көретін боласыздар. Қаңқамыздың біраз жерін құрастырып болған соң, оған термосатка арқылы әсемдік береміз. Көріп тұрғандарыңыздай, термосатка қатты жылуға кішірейеді. Негізінде термосатканы әртүрлі тоқтардың паяльникпен біріккен жерін қауіпсіздік үшін және де жинақы болу үшін бекітіп жібереді. Ал мен көріп тұрғандарыңыздай қаңқамыздың тіреулеріне бекітіп жібердім. Дронымыз өте қатты жылдамдықпен ұшатын болғандықтан, оған қорғаныштар орнатуымыз керек. Мен осындай пластиктен кесіп, алдымен соғысқан жағдайда соққыдан қорғайтын тұмсық жасап орнаттым. Сыртқы қаңқасын біткен соң біз ішкі техникасына көшеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде өте үлкен күрделі схема тұр.
Сіздерге бұл платалардың қалай орналасқанын нөлден бастап көрсете алмаймын, себебі өзімнің дронымның техникалық бөліктері дайын орналасқан. Бірақ сіздерді мәліметсіз қалдырмаймын. Яғни араларыңызда қызыққан адам болса, видеоның астына нөлден бастап көрсеткен ютуберді белгілеп кетемін. Сол адамның плейлистінен сіздер дронның толық не екенін түсіне аласыздар. Ал сіздерге қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, дронның өзіндік миы болады. Біз сол миына программа енгіземіз, яғни ноутбуктағы Betaflight деген программа арқылы. Және де сол миы арқылы тоқтар регуляторға жалғанады. Менде дәл осы регуляторлар орналасқан. Ал ол регуляторлар мотордың қаншалықты оборотта айналатынын қамтамасыз етіп отырады. Тағы да сіздерге ескерте кетейін, мен барлық алған заттарымның сілтемесін видео астына қалдырып кетемін. Менің ескі моторларымның сапасы өте нашар болатын. Бір рет соғылғанның өзінде олар күйіп кетті. Сондықтан мен қымбат моторлар заказ бердім. Олардың сыртқы бейнесінен ақ айырмашылығын қатты байқауға болады. Біз дроныңызға жаңа моторлар орнатқан соң, оларды қорғайтын пластмассаларда орнатуымыз керек. Ол менде бұрыннан бар болатын. Оның астыңғы бөлігі дронның аяғы болады, ал үстіңгі бөлігі мотордың қорғанышы болып саналады. Келесі кезекте мен моторлардың артық тоқтарын кесіп алып тастадым. Себебі бұл жерге жаңа айтып кеткен регуляторларды орнатамыз. 4 моторға 4 регулятор. Және дронның рамасымен бірге келетін өзінің пластмасс болттары болады. Біз платаны осы пластмасс болттар арқылы орнатамыз. Және де мен қауіпсіздік үшін платалардың арасына арнайы жұмсақ мочалка орнатып жібердім. Бұл міндетті деп айта алмаймын, бірақ менің ойымша кейбір соққылардан қорғайды деп ойлаймын. Келесі кезекте мен жаңағы регуляторларды изолента арқылы мықтылап орап шықтым. Біз регуляторларды хомут арқылы орнатсақ та болады, бірақ көп дрон ұшыратын адамдар изолента арқылы орайды, себебі кейбір соққыларда рамасын кетуі мүмкін. Сол жағдайда изолента регулятордың да сынбауын қамтамасыз етеді. Сосын мен паяльник арқылы регулятор мен моторды біріктіріп шықтым. Сосын бізде приемник деген зат болады. Ол дронымыз бен пультымыздың арасында байланыс жасататын құрал. Яғни оның екі антеннасы болады. Енді біз бұл приемникті дронның артқы бөлігіне хомут арқылы орнатамыз. Сосын біз екі антеннамызды екі бетке қарап, тағы да хомут арқылы орнатып қоюымыз керек. Дронымыздың техникалық бөліктері дайын десек те болады, бірақ бізде соңғы жұмыс қалды. Яғни дронымыздың артына жарық орнатуымыз керек. Оған мен кездескен пластмассты алып, дронның артқы бөлігіне өлшеп кесіп алдым. Және де дронның жарығын осы пластмассаға біріктірдім.
Біздің дронымыздың платасында 12 мен 7 вольт аралығында дронның жарығын жағуға болатын 2 тетік бар. Сол тетік пен жарығымызды ұзын тоқ арқылы бір-біріне біріктіреміз. Тек біз жарықты жалғаған кезде плюс пен минусты шатастырып алмауымыз керек. Яғни қызыл плюс, қара минус. Енді техникалық бөлігін беймарал біттік десек те болады. Келесі кезекте біз қаңқамызды толықтай жабамыз. Расында дронымыз толықтай біткен жоқ. Себебі біз дронымызға камера орнатуымыз керек және де видео передатчик орнатуымыз керек. Оның барлығы келесі бөлімде шығатын болады. Сондықтан да келесі бөлімді жіберіп алмау үшін видеоның астындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздерге дрон жайлы өзім білетін қысқаша мәліметтермен бөлісейін. Бұл FPV дронның ұшатын уақыты 5 минуттың арсы берісі. Бұл сіздерге аз болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл дронды ұшыратын адамдар кемінде 5 аккумулятор алып алады. Бұл дронның ұшатын 2 стилі болады, яғни фристайл әртүрлі қызықты трюктер жасап ұшырылатын, және де екінші түрі дальний полет деп аталады. Ол ұзақ ара қашықтықта ұшырылатын. Фристайлға көбінесе адамдар липополимерный аккумуляторын қолданады. Олар 5 минуттай уақытта ұшады. Ал дальний полетқа көп адамдар литион аккумуляторын қолданады. Ол аккумулятордың ұшатын уақыты 10 минуттан асады. Және де достар, мен дронды бітіргенде бір жерінен қате кетті. Яғни далаға шығып тексерген кезде дәл осылай өзімен өзі секіріп айнала берді. Ол көкке жарты метр ақ көтерілді, бірақ ұшпады. Мен адамдардан сұрастырып, оның неден екенін таптым. Яғни моторлардың орнын ауыстырып орнату керек деп кеңес алдым. Және де мен оны орындаған соң моторлар өз бағытын өзгертіп, дронымыз әуеге көтерілді. Енді нәтижені көріңіздер.